Кешар спорт сүйер қауым, Қазақстан Ақтау телеарнасында Бақ-пен-Бақ бағдарламасының кезекті саны. Шілде айының 10-да Каспий спорт кешенінде карате Киокушинкайдан бірінші ашық Еуразия чемпионаты өтті. Алдағы 15 минут бізбен бірге болыңыздар. Еуразия чемпионатының ашылу салтанатында бас төреші Киокушинкай карате халықаралық ұйымының директоры Канчо Хацурояма, Киокушинкай карате бүкіл Қазақстанды және Еуразиялық қауымдастығының президенті Шихан Тажымұрат Найзабеков, Ақтау қаласының әкімі Рашид Мустапаев, Киокушинкай карате халықаралық ұйымы директорының көмекшісі Шихан Мицуаки Кинай, халықаралық кеңестің мүшесі Кео Мояма, Киокушинкай карате бүкіл Қазақстандық ұйымының құрметті президенті Маман Жаңбырбаев, Маңғыстау облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының бастығы Тарас Хитуов болды. Сайыс басталмас бұрын Канчо Хацурояма Шихан Тажымұрат Найзабековке қара белбеу 6-шы дан иегері деген сертификатты беруінен бастады. Киокушинкай карате 1989 жылдан бері елімізде қанатын кең жайды. Сол жылдан бері спорттың осы түріне ден қойып айналысып жүргендердің саны қазіргі таңда 8000 адамға жетті. Олардың ішінде 165 қара белбеу иегері бар. Бірінші Еуразия чемпионатын өткізуге не үшін Ақтау қаласы таңдалды деген сұраққа Канчо Хацурояма былай деп жауап берді. 梶村と支部長のまず本拠地ですから、ここで昔から開かれてました。一つの伝統になっています。 Дело в том, что изначально этот турнир проводился в месте, которое является местом, Актау является местом расположения центрального офиса Всеказахстанской организации. И это стало уже традицией проводить такие чемпионаты этого уровня именно в Актау, который является именно, как я говорил, центром Всеказахстанской организации Киокушин карате. Евразиялық ұйымының бас штаб-квартира дейміз ғой. Осы Ақтауда орналасқан. Сондықтан біздің шешім бойынша ең лайықты қазіргі дайын қалалардың ішінен айта кетсек, осы Ақтау болып шықты. Сондықтан Ақтауда өткізіп жатырық. Өзіңіз көрдіңіз, міне бүгін әкім қаласында Мустапаев Рашид Туранович та келіп жатыр. Сол кісілердің арқасында осы мына турнирімізді бүгін өтіп жатыр. Енді аталмыш чемпионатқа келсек, шақырылған 15 мемлекеттің 7-еуі ғана келді. Олар Украина, Азербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Ресей, Жапония және Қазақстанның 7 облысынан мықты деген каратэшілер 3 салмақ дәрежесі бойынша татамиде 60-ға жуық спортшылар бір күнде жүлделерді сарапқа салды. Жиналған көпшілік жанкүйерлердің асыға күткені біздің каратэшілердің татамидегі кездесулері болды. Бірінші жекпе-жек 65 келі салмақ дәрежесі бойынша өтті. Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы 2003 жылы Кореяда өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері Ақтаулық Мұрат Букеев алғашқы кездесуінде Азербайжандық Хаял Визиевті жеңген болатын. Ақтық сынға дейін алқынбай жеткен Мұрат финалда семейлік Дидар Демесиновпен кездесті. Ол қарсыласына есе жіберіп, күміс медальға ие болды. Бұл салмақта тағы бір семейлік спортшы Азат Ахметқалиев қола медальді қанағат тұтты. Бірінші 4 бой өткіздім. 4 бойдың жаңағы біріншісі Павлодардан, Петропавловскан келген Қазақстан адаммен кездестім. Екінші бойда Семипалатинский адаммен кездестім. Үшінші бойда Азербайжаннан келген, Бакудан келген жігітпен кездестім. Сосын төртінші Семипалатинский Дидармен. Дидармен уже 6-шы рет кездесіп жатырмын. Основном Қазақстанда, Средний Азияда жаңа осы турнирді тағы да кездестім. Постоянно бірімізді жеңіп жүрдік, осы турнирді ол алып кетті. 2 алып қалдым. Алда чемпионат мирға шығамын бұйырса. Құдай қаласа осы сборная дайындап қойды. Осы бір апта демалыстан кейін чемпионат мира дайындалып шығамыз. Жалпы қазақстандық каратэшілер жыл сайынғы Жапонияның астанасы Токиода өтетін әлем біріншілігінде 3 жыл бойы жасөспірімдер арасында жеңімпаз атанып жүр. Біздер өз спортшыларымыздың мықтысы екендіктерін, өздеріміздің алдағы қатарда келе жатқанымызды талай жарыстарда әлемге көрсетіп, мойындатып келеміз дейді Тажымұрат Найзабеков. Осы соңғы 3 жылда 2003-те, 2004-те, 2005 жылы біздің қазақстандық балдарымыз жасөспірімдер арасында чемпион мира болып жатыр. Әлемдік чемпиондық титулды алып жатыр. Сондықтан алдымызда өтетін әлемдік чемпионат мира среди взрослых дейміз ғой енді. Үлкендер арасындағы Москвада өтетін
соған біздің жас балдарымыздың арқасында үлкендеріміз жақсы көрсеткіштерге жетеді ғой деп ойлаймын. жетпіс бес келіге дейінгі салмақта жапондық Тадаши Такаяма семейлік Алмас Исаевты жеңіп, ширек финалдағы кездесуінде түркменстандық Фахриддин Абдуллаевтан жеңіліс тапты. Бұл салмақта көптеген жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап жүрген ақтаулық Асан Молдағұловтың бұл жолы бағы жанбады. Ол бірінші кездесуінде ұтылып жарыс жолынан шығып қалды. Қазақстан Республикасының 3 дүркін чемпионы, 2004 жылы Жапонияда өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Европа чемпионатының жеңімпазы ақтаулық Руслан Сүйегов бастапқы кездесулерінде жеңіспен келген ол жартылай финалда жарақат алуына байланысты ол кездесуін жалғастыра алмады. Сөйтіп ол жүлдеден тыс қалды. Бұл салмақта семейлік Вадим Зырянов жеңіске жетті. Финалда ол түркменстандық Фахриддин Абдуллаевты жеңді. Жүлделі 3-ші орын қола медальды қостанайлық Вадим Малаев жеңіп алды. Осы күні Каспий спорт кешенінде бос орын болған жоқ. Бұл ақтаулықтардың каратеге деген қызығушылығын көрсетсе керек. Жанкүйерлер сайысты қызыға тамашалады. Жиналған жұртшылықтың көбісі жастар болды. Бұл спорт өнерінің қандай ерекшелігі бар екенін Үсенғали Молдағалиев айтты. Қолмен жалаң қол жалаң аяқпен толық контактіде жұмыс істейді. Орысша айтқанда бұл енді адамға үлкен физикалық салмақ түсіреді. Әр 2 минут сайын және тең түскен сайын 2 минут сайын кездесу керек, ол үлкен ес. Ал белдікке тапсырған кезде кемінде қара белбеудің өзін тапсыру үшін 20 адаммен бой 4 сағат әуелі базовый техника өтеді, сосын ката өтеді, ең соңында 20 адаммен төбелесі бар. Ол 20 адам әр минут сайын ауысып отырады, ал шыққан қара белбеуге бірінші таңға тапсыратын адам әр адаммен сол үзіліссіз 10 секунд үзіліс беріледі, сол үзіліссіз кездесіп отырады. 75 келіден жоғары салмақ дәрежесі бойынша тағы бір жапондық спортшы Сисуми Кикучи көкшетаулық Оралхан Қызбекеновпен кездесуінде Оралханның мерейі үстем болды. Сөйтіп қазақстандықтардың негізгі қарсыластары жапондықтар бірде-бір жүлдеге іліне алмады. Бұл салмақта жартылай финалда семейлік Дәурен Оқасов көкшетаулық Оралхан Қызбекеновтен басым түсті. Бүгінгі жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Меніңше үлкен дайындалдық осы жарысқа. Осы жарысты жеңіп алғаным өте қуаныштымын. Біздің бапкерлерімізге үлкен рахмет айтам. Осы деңгейге дайындап бізді жарысқа шығарғандарына. Өзім 3 кездесу өткіздім, 3 кездесу. Бірінші Россияның спортсмені, оны тез жеңіске жеттім, ол онымен шыққанда. Екінші жарыс қазақстандықпен болды жарысым. Ойдағыдай аяқталды барлық жарыстар. Өте қуаныштымын. Алдағы жоспарымыз дүниежүзілік жарысқа шығу Мәскеу қаласында. Енді Қазақстанның атын төмен түсірмеуге тырысамыз. Оған 2 ай уақыт бар. Меніңше жақсы дайындалуға болады ол уақытқа дейін. Меніңше біздің Қазақстанның күйікшігін дамыту керек. Өзіміздің жапондықтар өзінің деңгейінде жұмыс істесе, бізге де өзіміздікін ойлап шығару керек. Жеңімпаз спортшыларды Кекушинкай каратэ халықаралық ұйымының директоры Канчо Хацурояма, Кекушинкай каратэ бүкіл қазақстандық және Еуразиялық қауымдастығының президенті Тәжімұрат Найзабеков, Ақтау қаласының әкімі Рашид Мустапаев медаль, мақтау қағаз, кубок және бағалы сыйлықтармен марапаттады. Енді қыркүйек айында Ресейдің астанасы Мәскеуде әлем чемпионаты өтеді. Ел біріншілігінде көзге түсіп, бапкерлерінен жақсы баға алған маңғыстаулық каратэшілер осы жарысқа бел шеше дайындалатын болады. Осымен Бақпайма бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Қазақстан Ақтау телеарнасында кездескенше аман сау болыңыздар.
верил, до финала всего лишь миг. Этот миг длиннее жизни, но его ты укротил мужеством и силой, верой. Чемпионы на пьедестале подняли знамя своей земли. Чемпионы прочнее стали, чемпион непобедим. Чемпионы на пьедестале роняли слезы своей души. Чемпионы вы прославляли священный флаг своей страны. Чемпионы подняли знамя. Чемпионы моей страны прочнее стали. Чемпионы, чемпионы. Чемпионы. Чемпионы на пьедестале подняли знамя своей земли. Чемпионы прочнее стали, чемпион непобедим. Чемпионы на пьедестале роняли слезы своей души.